Шамал қышқыл осы ма? Ağzımızda tәттілік. Мен өйткені менен бақытты адам жоқ қой. Кейінгі тәтті нәрселерін жазу керек маған. Мен бұрындар вообще кофе ұнатпайтын, бірақ осы жаққа келіп ұнаттым. Сәлем, сіздермен бірге әдеттегідей мамандық таңдау мектебі және біз бір күн жұмыс айдан жалғастырмақпыз. Өткенде жалпы свадебный салонда продавец-консультант болсақ, бүгін осындай островокта кофе жасайтын маман иесі болам, яғни бариста. Бүгін осы мамандықты бір күн бойы жұмыс жасайтын боламыз, және де менің бүгінгі бастығым ол Жанбол мырза. Енді Жанбол мырза, біздің жұмысты бастамастан бұрын менің міндетім қандай бүгінгі жұмыста, соны айтып жіберсеңіз. Так, біріншіден фартук киіп алыңыз. Иә, сіз маған жұмысы жазған кезде айтқан болатыныңыз, шашты жинап кел деп. Мен шашымды жинап келдім, қолым бәрін тазалап, жуып, барлық гигиена сақтадым. Аха, так, киіп алайық. Біріншіден, сіз бариста болып келгендіктен, негізі опыт работа бар ма сізде? Жоқ, менде опыт работа жоқ. Опыт работа жоқ, да? Қараңыз, біздің формат это to go. Мы работаем кофе с собой, в основном адамдар өздерімен алып кетеді, бірақ болады арасында адамдар осы жерде отырып тамақ ішіп алады. Біз бизнес-центрда болғандықтан бізде мұнда кофеден бөлек чай, чайдан бөлек выпечка, обедтер де сатылады. Сол себепті бірінші основной біздің продукт, жаңағы кофені айтып кетейін. Оны біз мынау кофе машинада жасаймыз. Ол кофемолка бізге жаңағы кофені ұнтақтап береді. Содан кейін біз жаңағы осы жерде оны пісіретін боламыз. Қазір мен сізге көрсете кетейін. Сонда түсінген бойынша мен кәдімгідей бүгін кофе жасайтын болам ғой, иә? Так, мынау жаңағы мен лақтырғаным жұмық. Это жаңағы біздің осы алдында кофе пісіріп, жаңағы бүкіл ұнтақтарды алған нәрсе. Мынау бізде автоматты жаңағы кофемолка. Мұнда біз жаңағы қойған кезде, бұл бізде автоматтан. 8 секундта бізге керек граммовкадағы кофені береді. Оны біз мынау коврикта темперовка жасайтын боламыз. Бұл не? Так, бұл бізде қазір біз суын өткізіп жатырмыз. Неге өйткені бірінші ыстық су ол ағып шығу керек. Одан кейін ғана біз жаңағы кофені жасай аламыз. Ол қанша секунд ақтызуым керек мен? Ол 1-2 секунд жеткілікті негізі. Түсіндім. Қойдық та. Қостық. Алғашқы кнопкаға басам ғой тек қана. Вот, где-то 5 пен 7 секунд аралығында бізге осыны жаңағы помол кофе ағу тиіс. Вот, бізде жаңағы 25 секунд пен 30 секунд аралығында осы кофе ағу керек. Біз қазір мысалы қандай кофе жасап жатырмыз? Мынау бізде қазір біріншіден бұл эспрессо. Негізі эспрессо мен латтенің, американоның жалпы айырмашылық жасау бар ғой, қалай болғанда? Қараңыз, негізі қалай? Американо, капучино, латте, ол бәрі жаңағы осы эспрессоның арқасында жасалатын кофе. Осыған жаңағы су қоссақ, ол бізде американо болады. Осыған қазір збитый молоко қоссақ, ол жаңағы қалай збивать еткеннің арқасында бізде латте немесе капучино шығады. Түсіндім, енді түсіндім. Қазір средний стаканчиктар алайық. Жоқ, негізі екіншіден қараңыз, мен ручкадан ұстап жатырмын. Бір қолмен жаңа байқасаңыз, мына қолмен ұстап тұрдым. Неге? Онымен біз жаңағы осы кофенің температурасын определять ететін болдық. Яғни жылы болу керек па сонда? Қалай? Қолды күйдірмейтіндей, бірақ ыстық болу. Ыстық, мынау кәдімгідей ыстық. Қазір қойған кезде аккуратный воронкамен айналдырып қоямыз ғой. Қоямыз. Енді былай тоқтаймыз да, енді сурет жасай бастаймыз. Шамалы шықпай қалды. Капучино негізі мынау қазіргі біздің подача, это бұрынғы кездегі подача деп есептеледі, как бы шапкамен ортасында, как бы пенкасы да. Вот. И крышкасын жауып адамдарға
подачасын береміз. Тек қана стаканды сыртынан ұстауымыз керек болады, иә? Иә, ол іш жағын ни в коем случае жаңағы біз Ұстауға болмайды, гигиенаға байланысты. Вот. Екіншіден жаңағы біз осы барға келер алдында қолымызды жуамыз. Вот. Одан кейін тырнақтарымыз постоянно алынған болу керек. Вот. Ұзын болған себептен ол мысалы кір болса. Мен барлық тырнағымды келем. Мен молодец. Вот. И жаңағы сырт келбетіміз, фартугымыз таза. Одан кейін жаңағы аяқ киіміміздің үсті жаңағы жабық болу керек. Неге өйткені ол жаңағы, құдай сақтасын, бір нәрсе аяғымызға төгілсе, бізді бірінші қорғайтын жаңағы нәрсе. Түсіндім. Сонымен кофе дайын, көрсеңіз болады. Так. Негізі бұған еще біз добавка қоссақ болады. Лесной орех, карамель, шоколад, соленый карамель, ваниль. Негізі клиенттер көбіне қандай сиропты? Негізі карамель алады. Карамель көрсек болады. Қазір бір жұмнан көріп кешкін. Қышқыл. Маған көбіне латте ұнайды. Латте, да? Қолымызда тәтті латте мен деп. Өйткені қатты қышқыл кофелерді аса қатты іше алмайды екенмін. Енді басқа кофе, екінші кофенің айырмашылығын бір көрсетсеңіз бізге. Хорошо, енді біз қазір латте жасап көрсек болады. Вот, менің сұрауым бойынша жасап жатыр. Так, бізде көрдіңіз ба, таблетка прям идеально болып шықты. Это, соответственно, жақсы темперовкада жасалған деген сөз. Біз мұнда жаңағы кез келген добавка қосар алдында, біз соны всегда жігермен қосамыз. Бұл жігер деп аталады. Мұнда 15 мл, бер жағы 30 мл. Біз жаңағы бір осындай порцияға 15 мл қосқан жеткілікті. Көзге біз қарап қоспаймыз. Неге өйткені артық болып кету, тым қатты болып кету. Артық кем болмау үшін. Қасықпен араластырамыз да. Көрдіңіз ба? Пенкасы қандай үлкен. Вот, осы пенкаға қарай ол капучино латте деп бөлінеді негізі. Енді тағы көрсеңіз болады. Менен бақытты адам жоқ қой. Клиентке тәтті нәрселердің бәрін беріп маған. Дәмдірек, қышқыл емес. Сироптың қосқанның әсерінен әлде қайда дәмдірек болады екен. Егер де мен секілді ащы нәрсені іше алмасаңыздар, міндетті түрде сироп сұраңыздар. Көмектеседі. Біз сразу адамдарға негізі сироп предлагать етеміз. И как бы, өйткені көпшілік адамдар, олар дәмді жаңағы қантпен немесе осындай добавкасы бар сироптарды сұрайды. Сироптарымыз біздің жаңағы на натуральной основе, соответственно, ол жаңағы денсаулыққа ешқандай зияны жоқ. Одан қорықпасаңыз болады. Түсінікті. Негізі мысалға мына жерде қаншалықты көп клиенттер келеді? Бір күнде мысалы қанша сағат жұмыс істейміз біз өзі? Біз мұнда таңғы 8:30-да келеміз. Негізгі ашылуымыз 9 дейміз, бірақ 8:30-дан бастап адамдарды қарсылап береміз. И кешкі 6-ға дейін жасаймыз. Кешкі 6-ға дейін өсіп қақиып тұруымыз керек болған негізгі міндетіміз, Қақиып тұру деген ондай нәрсе жоқ. Жаңағы бос уақытында отырып жаңағы болады. В основном жаңағы бізде бизнес-центрда потоком ғой. Таңертең поток, как бы адамдар кофе, выпить шоколад, одан кейін сағат где-то 10 мен жаңағы 11 арасы тыныштық, одан кейін 12-ден 3-ке дейін где-то қайтадан адамдар обед алады, кофе алады, чай алады дегендей, одан кейін 3 пен 4:30 арасы тағы тыныштық, и адамдар кете бергенде тағы өздерімен алып кетеді. В идеале вообще бір адам бізде күніне 3 рет болу керек. 2-ден 3-ке дейін. Негізі бірақ осы қаншама кофенің ішінде ең жиі сұралатын кофе қайсысы? Ол бізде үлкен капучино и үлкен латте. Түсінікті. Мына жерде размерлер маленький, средний? Маленький, средний, большой. Түсінікті. Кеттік енді латтені көрсетсеңіз маған. Давайте сіз латте жасап көріңіз. Мен как бы сіз ұстайсыз, мен сізге былай бастайын. Так. Бірінші жаңағы эспрессо. Сосын қалайды? Қараңыз. Мына орнына қоям. Просто қоясыз. Қазір тоқтаңыз. Ұстаңыз. Ұстайын ғой, Болды. Енді осыны мұнда қоясыз да. Мына жерге қоям. Сіз солға қайсы ба? Оңға қайым? Жоқ, бұлайнан ғой. Жаңа 3 саусақ бар ғой. Үстен ұстаңыз. Түсіндім. Ол сияқты басқанда тоже самое. Сейчас, у меня получится.
Ага. Вот мына шеттерін чувствовать етсең. Да, енді сезім. Ага, болды. Бір рет бастық. Ага. Енді осы кофені. Так, мына жерге қоям. Жоқ, тоқтаңыз. Бірінші кнопканы басам, бірінші кнопканы бастым. Енді сөндіріңіз. Енді мына кнопка басып, жаңағы ыстық суда ағызамыз. Аха. Болды. И орнына қоям. Қоям ғой? Болды. Жасағанда мүлдем басқа. Басыңыз. Мынаны қойыңыз. Такой. 5, 6, 7. 5 пен 7-ші секунд. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жоқ, ол 7 секунд ағат. Қазір уже 20 секунд өтті. 23, 24, 25 сөндіріңіз. Сонда сіз ішіңізде санап тұрсыз ба? Мен ба, ол біріншіден қараңыз. Біз уже күнделікті пісіргеннен, біз уже мынау ыдыстың өзінің жаңағы қай полосаға дейін жеткеннен мерка екенін деп определять етеміз. А так, негізі вот маман. басына настройка жасағанда, ол біз бірінші мына жерде граммовкадан определять етеміз. Екіншіден сосын мынау весы арқылы қазір. Андай сырттан көрген кезде оңай сияқты, бірақ өзің жасаған кезде қолың өстіп дірілдеп қалтырап, білмеймін, әрең жұмыс істеп жатырмын. Бірақ күшті, иісі күшті маған именно кофейняға келген кезде де, осындай кафешкелерге келген кезде кофенің иісі ұнайды. Бірақ мындай звуктар шығады, сол кезде қорқамын. Енді ол үйреніп кететін шығармын, қазір 1-2 кофе жасаған кезде. Негізі кофе пісірер алдында біз күніне 2 рет жаңағы замерять етеміз. Біздің помол дұрыс па, и жаңа біздің пролив дұрыс па. Оны весіға қойған кезде, мысалы бұның өзінің салмағы 551 грамм болса, біз бұны обнулять етеміз да. Енді қараңыз. Бізде мұнда 7-5 секунд тұр. Біз 7-5 секундты толтырамыз. Бізде примерно 18 бен 20 граммның арасы шығу керек. Енді осыны весіға апарып тексереміз. 18 бен 20 дедіңіз жаңа, иә? Тура 18 бен 19 грамм. Плюс-минус енді ол жақсы. Енді біздің жаңағы осы жақсы кофенің шығуының себебі тура осы граммовканың болуы. Сосын біздің тура ровно темперовканың арқасында біз біріншіден түзу жасадық, өйткені саусақпен контроль етіп жатырмыз. Мынау не үшін керек? Екеуі просто екінші варианты ма? Иә, ол екіншісі. Эспрессоның жаңағы дәмін көруіміз керек. Неге? Өйткені оның жаңағы дұрыс экстракция болды ма, және бізге керек дәмдер шықты ма. По вкусу қандай болу керек сонда? Бізде Бразилия болғандықтан 100% арабика. Шамалы қышқыл. Шамал қышқыл осы ма? Қатты қышқыл. Капучино ішсеңіз болады. Кәдімгідей ашығын өлеген. Маған бір шандай кәдімгідей кофенің бір 20 қасығын салып жүрген сияқты болды енді. Так, енді қазір біз не істейміз ғой? 19 грамм бізде помол шықты. Енді біз оны выравнивать еттік. Таңертең мысалы біз сөйтіп тексереміз. 70 грамм шықты, оны обнулять еттік. Енді секундомер алайық. 5 секундта бізде ақты. Енді 25 секундқа дейін күтеміз. Негізі бүкіл осы мен жаңағы істеген көрсеткен артында осы бүкіл жаңа білім жатыр ба? Оны да сізге... Сіз уже автоматты түрде уже үйреніп келген қаншама рет істегеннен кейін? 25 секундта сөндірсек болады. Енді мен жасайтын кезде бәрін қапшықтық әрбір секундына дейін істейтін боламын. Енді мына жерде тексереміз. Бізде 55 грамм кофе шықты. Бұл не деген сөз? Негізі бұл двойной помол болғандықтан, 25 пен 30 секундтың арқасында бізде 50 мен 60-ның арасы тура 55 шықты. Енді осы эспрессодан біз қазір идеальный кофе шығарамыз. Идеальный капучино немесе латте. Сіз латте ішкіңіз келіп тұрсыз ба? Қазір. Бұл видеода менде клиника андай деген клиника сондай эмоциялар батыр еді. Біріншіден видите, жаңағы кремасы өте көп.
сосын астында уже кофе. Ну, двойной допио. Допио деген это двойной эспрессо. Екі порция. Жаңағы сіз ішіп көргеніңіз. Көресіз бе? Жоқ. Вот, енді біз не істейміз? Мысалы, латте жасайық, иә? Аха. Так, ыдысымызды алдық, сүтті мынаның ішінен алыңыз. Так. Мына тұр. Мынау ғой, иә. Қараңыз, золотой закон есть. До носика наливаем. Носикқа дейін құйыңыз. Мынаны ұстаңыз, аха. Былайынан қазір сіз өсіттіңіз ғой. Ой, ыстық екен. Жоқ, мына жерін қойырсақ болмай ма? Мына жерге мынаны қойайық, өстіп қойайық. Қараңыз. Біріншіден ұстаңыз. Носикті әкелдіңіз да. Қазір латте істейміз. Осы етті шамалы енді қосыңыз. Біз видите, под углом бер. Қосыңыз. Басып тұрам ба? Вот видите? Қазір сүтіміз айналып жатыр. Осының арқасында біздің сүтіміз көтеріліп жатыр. Енді қолмен сіз көрдіңіз бе? Ұстағанда. Ыстық қоя кәдімгідей. Вот енді сөндірдік. Мынаны сүртуім керек үшін, иә? Болды, алыңыз. Мына обязательно түрде сразу сүртеміз. Неге? Өйткені ол бізде постоянно таза болу керек. И парын тағы бір шығарасыз. Сүттің қалдықтары сразу шығып кетеді. Аха, болды. Осылай. Әкел. Тоқтаңыз. Енді сүреді. Керекше шықты. Опа. Красота. Сіздің бірінші реттен жүрек шалғаныңыз қалай жақсы кетті. Енді сіздің арқаңызда. Керемет. Ішіп көрсем бола ма? Көрдіңіз? Латте андай все-таки молокосы көптеу, несі ащы емес. Менен өтіп қатты дегустатор шықпайды екен. Бірақ дәмдірек. Енді барлығымыз латте бәрін ішіп жүрген шығарсыздар. Негізі біз кофені стаканчикта жасаймыз, енді өзімізге жасағасын. Осылай чашкада жасадық. По-свойски. Бірінші кофеміз дейік. Негізі, қараңызшы, мысалға, мен стажермын ғой енді қазір. Өзім енді үйреніп жатырмын, бірақ белгілі бір стажер жұмысқа тұрған кезде қанша уақыт ішінде ол үйреніп кетеді, дағдыланып кетеді. Негізі өзінің талпынысына қарай, бірақ жаңағы бір күннен 3 күнге дейін полностью біз по бару бәрін үйрете аламыз. Единственное, тех карталарды білу керек. Бізде қазір осындай тех карталарды көрсетейін. Негізі дайын. Кәдімгідей біраз стажировка өткеннен кейін экзамен сияқты өтеді ғой, тапсырамыз. Бұл жаңағы біздің жаңағы чай ода, бізде осының бәрі распечататься етіліп тұрады. Соответственно, бізге, ну, к примеру, кофейняда біздің бариста бір нәрсе болып қалса, бірақ и басқа бір кофені пісіретін, бірақ біздің кофені пісірмеген адам келсе, осы тех карталарға қарап, ол біздің напитоктарды оңай пісіре бере алады. Бір сөзбен айтқанда, кәдімгі бір тамақ істеген кездегі соның составы секілді рецепт қой. Рецепт. Түсіндік. Енді менде мындай сұрақ болып тұр. Жалпы осындай бариста болып жұмыс жасаған маман иелері неше күн жұмыс жасайды? Жаңа сіз графикті айтып кеттіңіз, енді 9-дан 6-ға дейін. Және сол күн жұмыс жасағына орташа есеппен қанша айлық алады? Қараңыз, мұнда бизнес-центр болғандықтан негізі 5-те 2 жасайды, неге екен 2 күн демалыс. Жаңағы отдельный стоящий здание болса, ол жерде демалыссыз 2 бариста 2-ке 2 істейді, 2 күн істеп, 2 күн демалып. Заведениенің өзі демалыс істейді. Мұнда оплата труда ол бүкіл жерде әртүрлі. Мұнда әртүрлі төлейді. Мұнда жаңа 50 мың бар, 200 мың бар дегендей, әртүрлі. В зависимости қандай точканың объемдарына байланысты.
соған байланысты. Мысалы сізде қазір 6 точка бар, қателеспесем, иә? Қазір 4 точка. Қазір 4 точкаңыз бар, иә? Соған қарағанда түсінгенім, жұмыстың графигіне байланысты, қанша күн жұмыс жасайтынына байланысты, орташа есеппен, енді среднем ең басында 50 мың теңге, одан кейін маман... Ну, в среднем вообще по рынку қазір где-то 100 бен 120 арасы шығады деп ойлаймын. Тағы бір сұрақ, студенттер жұмыс жасайды ма сіздерде? Және де олар сабақпен бірге алып жүр ма осы жұмысты? Бізде қазір 2 студент бар, негізі баристамыз. Қазір оқу жаңа онлайн болғандықтан олар кедергісіз негізі істеп жатыр. Және соңғы сұрағымыз, бұл бариста болу үшін енді белгілі бір мамандықты оқып, университетке барудың қажет жоқ қой, иә? Қараңыз, бұны енді обычный университетте негізі оқытпайды. Окей, жалпы сіздің бүгінгі сұхбатыңызға көп рахмет. Енді мен өзімнің клиенттерімді жалпы қабылдайын, өзім кофе жасайын, жұмыс жасайық. Кеттік. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Чай, кофе? Үлкен капучино берсеңізші. Сироп? Шоколадный алсаңыз. Окей. Сіздің капучиноңыз, шоколадым. Так, сізден 690 теңге болады? Окей, Каспи мына номерде. Сонымен достар, бүгінгі менің бір күндік жұмысым, жалпы бариста болып жасаған жұмысым бітті. Өте қобалжыған күн болды, себебі жаңа машықты үйрендім, жаңа бір маман иесі болып жасап көрдім. Сіздерге де ұнады деген ойдамын. Егер де ұнасаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де біздің каналға тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліңіздер. Сау саламат болыңыздар.